Сәлем достар, бүгін варенье жасаймыз. Вареньені қауыннан жасаймыз. Осы қарақшаға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Және де әрқашанда менің рецептерімді көріп отыру үшін колокольчикті баса қойыңыздар. Көп рахмет. Бұл вареньенің құрамына қауын, апельсин, лимон және қант қажет. Толықтай ақпаратты төменнен оқуыңызға болады. Қауынның қабығын тазалап, осылай 4 бұрышты етіп кесеміз. Және ары қарай лимонның сыртын тазалаймыз. Ортасындағы косточкаларын алып тастаймыз. Және де 4 бұрышты етіп кесіп қауынның үстінен саламыз. Келесі апельсинді алып, қабығын тазалап, 4 бұрышты етіп кесіп, қауын мен лимонымыздың үстінен саламыз. Енді осының үстінен қант сеуіп, 12 сағаттай күтеміз. Қауынымыздың, апельсиніміздің, лимонның соғы шыққанын күтеміз. Міне қараңыздар, қаншама сұйықтық шықты. Бұл біздің қауынымыздың, апельсиннің, лимонның соғы. Енді пешімізді қосамыз, жай отқа қайнатамыз. 1 сағаттай уақыт өтті. Вареньемізді тексерейік. Міне қандай әп-әдемі сап-сары болып өзгерді. Егер де сіз вареньені джем ретінде жасағыңыз келсе, онда блендермен, погружной блендермен одан сайын ұнтақтауыңызға болады. Міне осындай тәп-тәтті, әп-әдемі қауыннан варенье жасауыңызға болады. Менің рецептім ұнаса, лайк басып кетуіңізді өтінемін. Комментарий жазып, өзіңіздің пікіріңізбен бөлісуіңізге болады. Видеоны толықтай қарағаныңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.